Сәлем, құрметті достар. Бүгін Хамрақұл мен Диананың өмірінде ерекше әрі қуанышты оқиға орын алды. Олар гендер пати өткізді. Қонақтарды өздерінің болашақ сәбилерімен таныстырды. Алғашында қыз ба, ұл ма деп бәрін қызықтырды. Бірақ кейін барлық құпия ашылып, олар ұл болатынын айтты. Шынымен де әдемі әрі қуанышты көрініс болды. Жас жұбайлар, болашақ ата-аналар көздерінде қуаныш пен үміт, бақыт пен сүйіспеншілік бар екені анық байқалды. Барша қонақтар осындай әсерлі сәттерге куә болды. Дианаға аман-есен босануын тілейміз, ал Хамрақұлға да болашақ әке ретінде тек бақыт пен қуаныш тілейміз. Осы ерекше күнге Қосылайық жобасының бұрынғы қатысушылары да келіп көңілдерін білдірді. Ақтөре, Зухра, Шерхан, Бота, Мөлдір және басқа да қонақтар құттықтап, бір-біріне жақсы тілектерін айтты. Кешке сыйлы қонақтар да қатысты. Олардың арасында сүйікті достары мен туыстары болды. Бәрі бірге осы бір маңызды сәтті тойлап, қуаныштарын бөлісті. Қонақтардың арасында тек жақын адамдар ғана емес, өмірде әртүрлі жолдармен таныс болған жандар да болды. Олардың бірқатары осы тойды ұйымдастыруға өз үлестерін қосып қолдау көрсетті. Өз кезегінде барлық қатысушылар бір-бірімен тіл табысып көңілді әрі жайдары күйде болды. Шынында да осындай сәттердің мәні мен маңызы шексіз. Бұл өмірдің жаңа беттері, жаңа бастамалар мен армандардың шындығы. Барлығы бірдей қуанышпен, ықыласпен, тілектестікпен қатысты. Алдағы уақытта бұл кеш есімізде ұзақ уақыт сақталады. Құттықтаймыз, бақытты болыңыздар. Бұл сәттер тек жалғасып қана қоймай, олардың мәңгі есте қалатын маңызды естеліктерге айналатыны сөзсіз. Қонақтар мен жақындар барлығы бір мақсатпен келіп, осы ерекше оқиғаға куәгер болды. Әрқайсысы жүрегінен шыққан тілектер мен жас жұбайларға бақыт тіледі. Бұл күні барлық адамдардың көңілдері шаттыққа, жылулыққа толы болды.